Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Құрметті достар, қазір ғана Ош қаласынан бері қарата келе жатқанда таксиде отырып келдім. Таксиде такси жүргізушінің жанында отырған едім. Осы жерде екеуміз әңгіме қылып қалдық. Мысалға мынау Қамшыбек Тәшиевті таксист өзінің жағы Қамшыбек Тәшиевтің халыққа істеп жатқан жақсылық айта келе отырып, мынау Манас Жалабаттың начальник ГАИне барып, Қамшыбек Тәшиевтің ағасының баласы қоқанлық қылып, менің ағам жаңағындай Қамшыбек Тәшиев дегендей қылып, начальник ГАИге тиіскен екен. Начальник ГАИ Қамшыбек Тәшиевке звондаған екен, ағасының баласын 10 суткіге, 10 күнге қамап қойыпты. Мінекей халыққа қызмет ету деген осындай болу керек. Қамшыбек Тәшиевтің өзінің аулынан естігем, жаңағындай өзінің құдағиын заңға бағынбастан заңсыз тірлік істегендігі үшін өзінің құдағиын да қамап қойған да. Қазір енді мынау Манастан, бұрында Жалабат қой енді, Манастан халықаралық үлкен аэропорт салып жатыр. Ендігілі бітеді дейді. Сондай жұмыстар өте қатты болып жатыр. Қарасаң, мынау Манаста, мынау өздерінің небір чиновниктер өздеріне жекелеп алған жерлердің бәрін алып, халықтың игілігіне пайдаланып, небір үйлерді салып, халықтарды үйлі жайлы қылып, халықты дән риза қылып жатыр да. Осындай басшылар болса қанеден. Енді әлемде бұндай басшылар жоқ болса деп ойлаймын, жоқ қой деп ойлаймын өзім. Неге дегенде бұлар барып, жағы неден Меккеден барып қонақ үй салды. Садыр Жаппаров пен Қамшыбек Тәшиев. Әлемде қай патша барып, қай президент барып, Меккеден барып гостиница салды. Енді мына жақтан хажылыққа барған Қырғызстан азаматтары өрге барып, жағы қажылықты қылып жатқанда қонақ үйде тегін жатады. Осы жерден балалар барып оқып жатыр Меккеде, олар да тегін жатып оқып жатыр. Ешқандай қиыншылық көріп жатқан жоқ. Халыққа осы дәрежеде көрсету керек та, қызмет көрсету керек. Ал біздерде сондай ұлан ғасыр жердің көлемінен, жердің көптігінен біз әлем бойынша 9-шы орында тұрады екенбіз. 20 миллион халқымыз бар. Соған енді адам өлі қалса, мәйітті көметін жер таба алмастан, 2 метр жерді берместен, 2 метр жерді сендерге болмайды, сендерге лайық емес деп, мәйітті отқа жағамыз, өртейміз деп, мінекей осындай біздерге қысымшылық көрсетіліп жатыр. Бұл қысымшылық деп айтамын да мен бұны. Біздің басшылар осы дәрежеде жағы айнып кетті. Айнады десе болады да. Ал енді мына Қырғызстан басшыларын қарасаң, Қырғыз халқы дән риза екеуісіне де. Қамшыбек Тәшиев вертолетке мініп алады, Садыр Жаппаров та вертолетке мініп алады. Енді берген жұмыстарының бәрін өзі тексеріп жүр. Мысалға мынау стройка қылып жатыр, мынау этаж тамдар салынып жатыр. Қамшыбек Тәшиев сөрді қайта-қайта өзі барып тексеріп тұрады. Біздің басшылар сондай ма? Ондай емес қой. Біздерді бір жерден жұмысты бастайды, аяғына дейін бітпей қап кетеді. Сондай жұмыстар біздерде көп, біздің Қазақстанда. Сондықтан біздің ақшаларымыздың бәрі жағы қайырбастырға шашылып жатыр. Енді Алладан, Құдайдан бізде сұраймыз енді. Құдайдан сұрадық енді иншалла. Қанша сұрап келе жатырмыз? Сондай Қырғызстанның басшыларындай басшыны Аллах Тағала қазақтардың пешенесіне де жазсын, қазақтарға да сондай басшыны Аллах Тағала нәсіп етсін деп, мінекей осы баяндамамды аяқтағалы отырмын.